медовый тортқа сливкидан крем дайындайтын боламыз. Алдымен салқын сливкиді ыдысымызға құйып аламыз. Менде 200 граммдық сливкидан 3 сливки кетеді. Тек сливки және қанттан дайындалатын крем. Сливкиміз болды. Енді үстінен қантымызды салып, жақсылап микстерлейтін боламыз. Мінекей бізде осындай крем дайын болады. Уже сказала, я сделала деген торт болды, но медовый. Пропитканың қажет етпейтін күшті болып шықты. Прям кожа жұмсақ болып. Валя, дайын. Кешке шай ішеміз.